Atım Жөнделбаев Асқарбек Аманқұлович 010149. Қазір пенсиядамын. Бүгінгі бағдарламада өзіңізге лайықты апа табам деп ойлайсыз ба? Әрине табам деп ойлағам, енді көреміз да. Егер жақсы не болса, кемпір болса, үйленем деп ойлағам. Қазіргі әйелім сол айырылысып кеттік. Олмен 20 жыл тұрдым. Бірінші әйеліммен 30 жылдай тұрдым, мысалы. Енді қазір жалғыз өзім тұрып жатырмын. Ал енді қыздар, мынау бүгін келіп қапсыздар, айналайын. Мені таңлап келгендеріңізге көптен көп рахмет. Енді ойлаймын, бір өзі жақсы кездесіп шығармын деп. 65 жастан кейінгі махаббатқа сенесіздер ме? Сәуле, сіз махаббатқа сенбейді екенсіз, не қылмайды екенсіз, тұрыңыз айналайын. Білесіз, жас болсын, кәрі болсын, махаббат бар ғой оның өзі. Бұлай қуып келіп ота. Бара беріңіз. Баяғыда атам қазақ. Білесіз, керек десеңіз 13 жастағы қызды алған, 70-80-дегі шалдарда. Солардың барлығы махаббат болмаса не керек оларға? Қойын бағып, сиырын бағып жүре бермей ме? Қызғаншақсыздар ма? Төлеу енді мынау осындай жасқа келгенде қызғаншақтық деген болмау керек қой. Әрине білесің ғой, қанша дегенмен де осы жасқа келгеннен кейін бірімізді сыйлап, бірімізді отырып шай ішіп, дастарханның басында ойнап күлгенге не жетсін. Әрине маған ондай ұнамайды. Бара беріңіз, рахмет сізге. Пенсияларыңыз қанша? 100 мың алған Мунира, мынау өте жақсы екен сізге де. Жалғыздықтан адам деген жазайды, әрине жалғыздық деген Құдайға берілген нәрсе. Қандай сырқаттарыңыз бар? Ой, Гүлшарова, аяғым ауырады, жүре алмаймын дейді. Маған енді қарайтын адам керек қой, өзің білесің. 70-ке келіп тұрмын, бара беріңіз ағам. Түнде қорылдайсыздар ма? Мына Күләйша қатты қорылдаймын деп кепті. Ал Күләйша, айналайын екеуміз қорылдасақ, түнімен қорылдап шықсақ, мына сәсетіміз қашып кетер. Я, бара беріңіз. Ұрысқақсыздар ма? Ұлжан жазыпты, ұрысқанда мен жаным келеді деп. Ұлжан, айналайын, жап-жас болып не ұрысасың? Ұрыспау керек. Төрімізден көріміз жақын адамбыз. Әрине сыйласып, былай кішкене жақсы болып, біріңді сыйлап өткенге не жетсін бұл өмірде. Ерте тұрып, шай беру, іш киімді жууға, ерте ұйықтауға қалай қарайсыз? Ой, мына ырысты деген, осы істің бәрін өзіңіз істей беріңізші, мен демалайын, шаршап тұрмын деп маған ондай әйелдің керегі жоқ. Ырысты өкпелемеңіз әрине, мүмкін басқа біреу табылар сізге. Рахмет, айналайын, жолыңыз болсын. Әйелге қарағанда ең жақсы тазалық біріншіден. Таза жүріп, таза тұрған әйел жақсы көремін. Мына енді белгісіз себептермен мен мысалы үйде 2-3 күн қонбай қалсам, реакцияларыңыз қандай болады? Ой, мына Роза деген үйден қуып шығам дейді ғой. Жолыңыз болсын. Көзге шөп салғанды кешірмеймін, қалғанын бәрін кешірім. Күндіз қанша сағат ұйықтайсыздар? Мына Файза деген бір ұйықтасам көп ұйықтаймын дейді. Айналайын Файза, қалай ұйықтай бересің кешке дейін? Мынау маған ондай адамның керек жоқ, рахмет саған жарым, айналайын. Ал енді мына екеуі қалды. Осылар қайсысы маған бұйырып тұр екен. Соны көрейік. Жолдасыңыздың телефонын тексеріп қалтасын ақтарасыздар ма? Ой, Раушан айтады. Әрине мен тексерем.
маған ондай адам жақпайды. Рахмет сізге. Мунира, сен енді маған енді әрине бүгін осындай лайықты келіншек керек еді. Сіз қалдыңыз маған әрине. Енді бұдан арғы екеуміз жақсы өмір сүріп, пенсияңыз бар, менде пенсиям бар, екеуміз бақытты өмір сүрейік.